Қайырлы күн, қалайсыздар? Террасу техникасына арналған түстерді қалай жасаймыз, сол туралы үйренетін боласыздар. Мінекей осындай техниканы біз қалай шығарамыз, гипспен қалай араластырамыз, яғни соны білетін боласыздар. Бізге қажетті осындай, осы мінекей қараңыздар, осыны қалай жасаймыз, соны үйренетін боласыздар. Бізге қажетті құрал-жабдықтарымыз, бізге стакандар қажет болады, және де колер қажет болады. Мінекей осындай түстер қажет болады. Бұлардың біреуі 500 теңге тұрады. Осындай түстерді аласыз. Таяқша қажет болады, және де бізде гипс және су қажет болатын болады. Ал ендеше сіздерге көрсетейін қалай жасауды. Осындай тегіс жерге пленка төсейсіздер. Пакет болады, пленка болады, разница жоқ. Сөйтесіздерді ыдысымызға весы қажет жоқ, көз мөлшермен гипсті саласыздар. Бір қасық болса бір қасық, екі қасық болса екі қасық. Содан кейін су құясыздар, кішкене су құйып араластырасыздар. Оны араластырғаннан кейін барып біз түсімізді құятын боламыз. Кішкене осылай су құйып жібересіздер. Қатты сұйық болып кетпесін, қатты қою болып қалмасын. Орташа өздеріңіз байқайсыздар ғой, араластыру барысында осылай жақсылап араластырып түсімізді құятын боламыз. Мінекей менде сұйық болып кетті, мен тағы да гипс қостым. Енді қараңыздар, жақсылап араластырып, енді колерді қосатын боламыз. Қараңыздар, колерді қосып, жақсылап араластырып, сары түсті шығаратын боламыз. Кішкене ғана араластыруға болмайды, жақсылап араластырамыз. Бізде түс до конца жақсылап араласып, қанық түсті беру қажет бізге. Сол үшін жақсылап араластырасыздар. Мінекей бізде сары түсіміз шығып жатыр, міне көріп тұрғандарыңыздай жақсылап араластырып, оны біз мынау дайын тұрған пакетіміздің үстіне құятын боламыз. Және де оны жарты сағат немесе 1 сағатқа қойып қоясыздар. Сол өзі әбден қатып қалғаннан кейін осылай құясыздар да таяқшаның көмегімен сіздер бір тегіс қып шығарасыздар. Мінекей осылай жағып қоясыздар. Болды, жарты сағат немесе 1 сағат тұру қажет. Бұның кебу уақыты кішкене ұзақтау болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай осы бізде. Келесі кезекте біз көк түспен жасайтын боламыз. Көз мөлшермен гипсімізді алып, суымызды құятын боламыз. Мен видеоны тездеттім сіздерге. Сөйтесіздер, колерді алып құясыздар да жақсылап көк түс шыққанша араластырасыздар. Барлығын полный жақсылап араластырасыздар. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай осылай араластырасыздар да пакетке үстіне құясыздар. Вот осылай құйып жібересіздер, және таяқшамен бет-бет тегістеп жібересіздер. Ешқандай қиындығы жоқ. Сарымен араласып кетті, ол ештеңке етпейді. Мінекей. Енді келесі кезекте 3-ші түсіміз қызыл түсті жасаймыз. Көз мөлшермен гипс аламыз, су құямыз, және де қызыл түсімізді қосатын боламыз. Мінекей қарап тұрсаңыздар, вот осылай құйып таяқшамен жөндеп жібересіздер. Енді келесі кезекте біздің жасыл түсіміз, мінекей. Жақсылап гипспен суды араластырасыздар да жасыл колер түсті құятын боласыздар үстіне. Мінекей көп құйылып кетті, өте көп құйылып кетті. Мінекей өйтесіздер де таяқшаның көмегімен. Қараңыздар, біздің түстеріміз кеуіп қалды, 1 сағаттай тұрды. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай аласыздар да. Пакеттен оңай алынады, осылай аласыздар да қолдарыңызбен сындырып мұжып, жаңағы террасу техникасы арқылы жұмыстарыңызды жасайсыздар. Бары осы бізде. Вот мінекей қараңыздар. Мінекей осылай пакеттен алып, сындырып. Мінекей барлығы бізде алынады осылайынан. Ешқандай қиындығы жоқ. Вот осылай біздің террасу техникамызға осылай жасайтын боламыз.